Иншаллах, Алла Субханала Тағаланың қалауымен нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен тәубе бабына келіп, тәубеге қатысты мәселелерді үйреніп жатырмыз. Және өткен дәрісімізде жалпы тәубенің шарттары болған өкіну және күнәні тастау дегеніміз не, өкіну дегеніміз не, және бел буу, яғни осы істі тастаймын деп шешім қабылдау, оның қалай болатындығы жайында сөйлеген болатынбыз. Келесі имамдарымыздың тәубеге қатысты қозғаған мәселелері жалпы адамның бір күнәдан тәубе етіп, екінші бір күнәні істеп жүруі мүмкін бе? Бұл адамның тәубесі тәубе болып саналады ма? Осы мәселе. Жалпы негізгі Алла Тағаланың бізден талап ететін шынайы тәубесі Құранда келген тубу илаллахи тәубатан насуха, шынайы тәубе етіңдер деген, яғни жалпы күнәлардың барлығын қолдан тастау, қолдан келгенше күнәлардың барлығын тастау және ешқандай күнәні істеуге ниеттенбеу. Осы шынайы тәубе болып табылады. Және адам тәубені тастаған кезде, немесе күнәні тастаған кезде, күнәні зияндығы үшін тастайды және жасаған күнәсі үшін өкінеді. Өкінуіне де себеп болатын нәрсе сол жасаған күнәсінің зияны, зардабы. Енді адам шынайы тәубе ету үшін күнәлардың барлығын тастауы қажет. Неге? Себебі тәубе еткен адам ең бірінші шарты тәубенің өкінуі қажет. Ал не үшін өкінеді? Себебі күнәнің зияны, зардабы бар. Сол үшін өкінеді. Яғни адам ұрлық болғаны үшін емес, күнә болғаны үшін және күнәнің зияны, зардабы болғаны үшін тастайды және сол жасаған күнәсі үшін өкінеді. Себебі ол күнәнің ертең қияметте зияны, зардабы бар. Ал енді күнәнің зияны, зардабы болу жағынан бұл нәрсе, яғни бұл сипат күнәдағы барлық күнәларда бар. Барлық күнәлардың қияметте зардабы бар. Ал енді адам бір күнәні тастаған кезде зардабын біліп, өкініп тастайтын болса, онда ол адамның әтейілеп басқа бір күнәні жасап жүруі ақылға сыйымсыз дүние. Мысалы, бір адамның жақыны қайтыс болды. Қайтыс болуы, яғни жақыннан ажырауы. Жақыннан ажырайды. Осы нәрсе оның жүрегіне батады. Адам ақыл иесі болатын болса, жақынның қайтыс болғаны үшін қиналады, өкінеді. Оның қалай қайтыс болғаны үшін емес. Қалай қайтыс болу, бұл әртүрлі себептермен бола береді. Яғни, мысалы, біреудің жақыны қайтыс болса, тоғырып қайтыс болса, неге машина басып қайтыс болмады екен, немесе неге мынандай бір себеппен қайтыс болмады екен деп өкінбейді. Себебі нәтиже бір, ол қайтыс болу. Адам күнә жасаған кезде де, яғни зина жасады ма, ол күнә, оның зардабы бар. Арақ ішті ма, ол күнә, оның зардабы бар. Ұрлық жасады ма, ол күнә, оның зардабы бар. Яғни ол күнә болғандығы үшін және оның ақиретте зардабы болғаны үшін адам тәубе етеді, өкінеді. Ал егер
зина жасаған үшін өкінсе, бірақ арақ ішкені үшін өкінбесе, немесе ұрлық жасағаны үшін өкінбесе, бұл адам әлгі қайтыс болған жақыны жайында неге ол бұлай қайтыс болды екен, бұлай қайтыс бола салғанда болар еді деген адам сияқты. Бұл адамның ақыл есі негізі орнында емес. Адам мысалы ұрлықты тастаған кезде оның сол күнәсін кешіретін ұрлықты тастауы емес, ұрлықты жасағанына өкінуі. Адам не үшін өкінеді? Күнәнің зияны зардабы болған үшін өкінеді. Ал енді зиян зардабы болу жағынан күнәлардың барлығы бірдей. Күнәлардың барлығы бірдей. Ондай болатын болса, біз тәубе өкіну дейтін болсақ, қалайша адам бір күнәға өкінеді, екінші бір күнәға өкінбейді? Барлығы бір, барлығының зардабы бар. Ондай болатын болса, яғни шынайы өкінген адам бір күнәні істеп жүріп, екінші бір күнәні тастауы бұл ақылға сыйымсыз нәрсе. Яғни ақылда адам шынайы тәубе етем десе, күнәлардың барлығын тастауы қажет. Және күнәлардың барлығына бірдей өкінуі керек. Бұл негізінде. Ал енді бірақ адамдардың бір күнәні істеп жүріп, екінші күнәні тастауы, тәубе етуі оған мүмкін бе? Өмірде қарап отыратын болсақ, бұл нәрсе мүмкін. Яғни бір адам үлкен күнәларды тастауы мүмкін, бірақ кіші күнәларға көңіл бөлмейді. Кіші күнәларды істеп жүреді. Бұл нәрсені жалпы өмірде көруге, кездестіруге болады. Енді бұл адамның осы істеп жүрген ісінен пайда бар ма, жоқ па? Немесе бір адам, мысалы, арақ ішуді тастады, зина жасауды тастамай жатыр. Зина жасауды тастады, өтірік сөйлеуін тастамай жатыр. Немесе, мысалы, зинаны, арақ ішуді, өтірік сөйлеуді тастады да, бірақ мына жақтан процентке ақша алып, ақша беріп жүр. Бұл адамның мына істерді тастауы, сол істерге өкінуі пайда береді ме, бермейді ме? Кейбір ғұламалар айтқан, бұл шынайы тәубе емес, себебі тәубе деген өкіну, ал өкіну күнәлар үшін болады. Ол жерде мына күнә үшін өкіну, мына күнә үшін өкінбеу деген нәрсе жоқ. Өкіну, яғни жалпы күнәнің зардабы үшін, ондай болатын болса, күнәлардың барлығы үшін адам өкінуі керек дейді. Бірақ дұрысырағы имамдарымыз айтады, әлбетте бұл шынайы Алла тағала бізден талап еткен тәубе болмағанымен, бұның да өзіндік пайдасы бар дейді. Неге? Себебі, яғни адамның күнәсінің аз болуы мен көп болуының айырмашылығы бар. Бір адам арақ ішті, зина жасады, ғайбат айтты, өтірік сөйледі, әлгі процентке ақша беріп, ақша алды. Ал енді екінші бір адам тек қана зина жасады, немесе тек қана өтірік сөйледі. Ол өтірік сөйлеген үшін күнә алады. Бірақ ол адамға зина жасады, арақ ішті деп күнә жазылмайды. Күнәнің аз болуы, көп болуы, бұл да адамға өзінің пайдасын береді, немесе зиянын келтіреді. Пайдасын беруі, яғни зиянның азырақ болуы. Ешқандай одан пайда жоқ деп айту, бұл да шариғатқа сай келмейді. Себебі дінімізде күнәнің аз болуы адамның азабының аз болуына, және күнәнің көп болуы адамның азабының көп болуына себеп деп айтады. Ондай болатын болса, адамның бір күнәдан тәубе етіп, екінші бір күнәдан тәубе етпеуі мүмкін. Оған бірінші мысал, адамның үлкен күнәларды істеп, кіші күнәларды, немесе кіші күнәларды істеп, үлкен күнәларды тастауы. Бұл мүмкін. Мысалы, бір адам патшаның отбасына қатысты күнә жасады, яғни мысалы оның баласын өлдіріп қойды дейік, және қорасындағы малын өлдіріп қойды.
Екеуі де патшаға қатысты қылмыс. Бірақ бұл баласын өлдіріп қойған кезде баласы үшін қаттырақ өкінеді, осы үшін мені қатты жазалайды ау деп. Сол үшін өкінген кезде өлдіріп қойған малы үшін көп уайым жемейді. Неге? Себебі патшаның баласын өлдіру мен қорасындағы малын өлдіру екеуі екі түрлі деңгейде. Бір адам білет, үлкен күнәлардың зардабы ауыр екендігін, кіші күнәлардың зардабы үлкен күнәларда емес екендігін, сол үшін үлкен күнәлардан көбірек қорқады да оны тастайды, кіші күнәларды тастамайды. Мысалы, дәрігер бір адамға айтады: сенің мынандай дертің бар, бұл дертіңде бал жеуіңе болмайды. Бал саған зиян келтіреді. Және балға ұқсаған нәрселерді де жемегенің абзал, себебі оның да зияны бар. Мысалы, шекер, немесе тағы да басқа сол секілді. Енді ол балдан қаттырақ ескертеді, басқасынан тура онда ескертпейді. Шариғатымызда да күнәлар, үлкен күнәлар және кіші күнәлар болып бөлінеді. Үлкен күнәлардың зардабы ауыр және арнайы тәубені қажет етеді. Кіші күнәлар сіздің оқыған намаздарыңыз, тұтқан оразаларыңыз, сол құлшылықтардың арасында жасалған күнәлардың кафарат болуына, яғни кешірілуіне себеп болады. Адам осы тұрғыдан үлкен күнәларды тастап, кіші күнәларды істеп жүруі мүмкін. Немесе басқа бір адам, екінші бір мысал, адамдардың ақысына қатысты күнәлардан тәубе етеді, бірақ Алла мен өзінің арасындағы күнәлардан тәубе етпеуі мүмкін. Себебі ол жүрегінде білет, адамдардың ақысын жейтін болса, оның кешірімі адамдардың кешіруіне байланысты. Ал Алла мен пенденің арасындағы мәселеде Алла тағала өзі кешіре береді, және оның кешірілуі жеңілдеу деп білетті. Сол үшін Алла тағала Рахим, Рахман, мейірімді, рахымды деп Алла мен өзінің арасындағы мәселелерде күнә жасап жүруі мүмкін, бірақ адамдардың ақысын жемеуге тырысады. Бұндай адамда болады. Немесе үлкен күнәларды істеп жүріп, кіші күнәларды істемеуге тырысатын адам бар. Бұндай адамда кездеседі. Бұл адамның иманы әлсіз, күнәнің зардабын біледі, бірақ шахуаты күшті. Иманы мен шахуаты бір-біріне қарсы келген кезде шахуаты басып кетеді, сонымен ол күнәларды жасайды. Үлкен күнәларды жасайды, бірақ оның иманы кіші күнәларды жасатпауға шамасы жетеді, жасатпайды, және ең болмағанда мен намазымды оқып жүре берейін дейді. Ең болмағанда намазымды оқиын, иншалла осының бір пайдасы болар деп ойлайды. Бұл нәрсе де мүмкін. Яғни көптеген адамдар бар, күнәларды істеп жүреді, бірақ намаз оқиды. Бұл адамдарды шариғат терминінде пасық адам дейді. Пасық адамның намаз оқуы мүмкін бе? Намаз оқуы мүмкін. Яғни күнәһар адамның ораза тұтуы мүмкін бе? Мүмкін. Яғни ол оразасын тұтып жүр, намазын оқып жүр, бірақ сонымен бірге күнәсін жасап жатыр. Бұл да мүмкін. Бұл да мүмкін. Енді бұның ешқайсының ешқандай пайдасы болмайды. Яғни адамдардың ақысын жеп жүрген адаммен адамдардың ақысын жеп және Алла мен арасындағы мәселелерде күнә жасап жүрген адаммен адамдардың ақысын жеместен тек қана Алла мен пенденің арасындағы мәселелерде күнә жасап жүрген адам екеуі тең деп ешкім айта алмайды. Күнәсі көп адам мен күнәсі аз адам екеуі бірдей деп ешкім айта алмайды. Үлкен күнәларды жасап жүрген адам мен тек қана кіші күнәларды жасап жүрген адам екеуі бірдей деп ешкім айта алмайды. Ондай болатын болса, яғни бұның да Алла тағаланың алдында иншалла пайдасы бар, бірақ бұл шариғат талап еткен әлгі тубу илаллахи тәубатан насуха, шынайы тәубе етіңдер деп Алла тағала бұйырған тәубе емес. Ол тәубеде адамның жүрегінде сондай өкініш болады, ол өкініш бүкіл оның тұла бойын билейді, тұла бойын баурап алады. Ол сол күнәлары үшін өкінеді. Ал күнә үшін өкінетін болсаң,
оның зардабы болған үшін, онда зина үшін де өкінуің керек, ұрлық үшін де өкінуің керек, арақ ішкенің үшін де өкінуің керек, барлығына өкінуің керек, себебі барлығының зардабы бар. Және жалпы имамдарымыз тәубе бұл өкіну деген кезде, яғни адамның күнәсін кешіретін ол арақты тастауы емес, сол үшін өкінуі. Мысалы, зинаны тастауы емес күнәні кешіретін, зина үшін өкінуі. Сен зинаны тастасаң, онда болашақта саған зина жасады деп жазылмайды. Бірақ өткен жасаған зинаң кешіріледі ме? Ол үшін адам өкінуі керек, яғни тәубе етуі керек. Ал тәубе негізінде бірінші өкінуден тұрады. Өкінген адам барлық күнәға бірдей өкінеді.